Сізмен жоқымдығын бере дебей, және біз өсеміз. Бізде бұл бөлігін тар жол тайғы кешу кіздерге жалғастыратын боламыз. Бізде 18-ші бөлім, және бізде тағы бөлімдерге бөлінген тар жол тайғы кешу Чехословак лаңы Ақмолада Совет үкіметінің құлауы 1918 жыл 3 маусым. Түн ортасына шейін жазу жазып отырып, кеш жатып кешірек тұрдым. Жатқан пәтерім Мұқымбай деген сарыттың жесір қатынынікі еді. Жуынып болып шай ішіп отырғанымызда жатқан үйімнің бір кішкене бала жүгіріп кіріп келді. Казак-орыстар станцияда жиналысып жатыр. Бәрі қылыш мылтық асынып алыпты. Бір тобы совдепке кетті. Совдепті ұстаймыз дейді. Омбыда Қызылжарда совдеп қалыпты деді. Не дейді? Бар, біліп кел деп баланы қайта жібердім. Бала жүгіріп кетіп, тез қайтып келді. Совдепті барып қамап есіктерінің алдында тұр. Совдепке барып отырған Бачок, Монин, Павловтарды ұстап әкетті. Енді бір аттылар Курбиннің үйіндегі қызыл әскерлерді қамап тұр, деді. Ол арада үйге біздің жас казак ұйымының мүшесі Кәрім деген жігіт асығып кіріп келді. Болып жатқан оқиғаны айтты. Сен енді тез қаш, деді. Ол оны айтып отырғанда үйге совдептің мүшесі Шүкен Тіналин деген қазақ жұмыскері асығып кіріп келді. О да оқиғаны айтып, қарағым, енді тез бойтаса қылайық. Алдымен енді сені іздейді ғой, деді. Ол арада тағы бір-екі дос-жар адамдар келді. Бәрі де тез қашу керек дегенді айтты. Және ол арада пәтер үйінің баласы тағы да жүгіріп келді. Казак-орыстар күжілдеп совдептің өзге мүшелердің ұстап әкелу керек деп жатыр. Бәкенді казак-орыс бар, қазағы бар 4-5 кісі айдап алып барады. Станцияның маңайы толған атты жаяу халық. Шәріп Ялымұлы ат үстінде жиналған жұртқа айқайлап сөйлеп, Сәкенді Сәкенді Абдулланы ұстап әкелу керек деп жатыр, деді. Шаңқ-шұңқ еткен мылтық дауысы естіліп қалды. Отырған жолдастар шыдай алмады. Маған енді тез жөнелу керек, деді. Мен, жолдастар тұтқынға алынған болса, мен не бетіммен қашамын, дедім. Мылтық дауысы шаңқылдап жатыр. Жолдастар қобалжып мені қиқындырамай мені қасырға үйдеп отырды да болмаған соң бәрі шығып кетті. Мен пәтер иесі әйелді шақырып алып, пәтер ақысын төлеп, кітап қағаз нәрселерін көрсетіп, тапсырып, өзім даярланып отырдым. Мылтық дауысы біресе бір-бірлеп, сирек-сирек біресе топырлап атылып тұрды. Көшеде шауып өткен атты кісілердің дүрсіліне шыға бастады. Пәтер иесі әйел бір кіріп, бір шығып маған, ойбай, астыңғы бір отырған үйге барып отырыңызшы, мұнда сізді іздеп келеді ғой енді, деп қоймады. Кешікпей қара-жақты едіреңдетіп 5-6 атты кісі қораға кіріп келді. 4-еуі ноғай, 2-еуі казак-орыс. Мені тұтқынға алды. Мылтығымды тартып алды. Біраз бермей тұр едім, біреуі арт жағымнан келіп, қамшымен 1-2 салып қалды. Пәтерден алып жөнелді. Күн ашық, жылы еді. Шаңқылдап, жаңғырағып, анда-санда атылған мылтықтардың дауысы қанқ тулаққа тиген сабаудың дауысындай. Ерсілі-қарсылы шапқан атты кісілердің дүбірі әр жерде шулаған ереуілдеп, самбырлаған жұрттың дауысына қосылып, қаланы сәйгел тиген сиырға ұқсатты.
көше бойы дүрсіліп шаңдатып ерсілі-қарсылы шапқылап жүрген атты жаяу халық, біреулер тамаша үшін жүр, қару-жарақ асынған 6 атты кісі, 4-еуі татар, 2-еуі казак-орыс мені көше бойы айдап казак-орыстың станциясына әкеле жатыр. Айдаушылардың бастығы белгілі Шәріп Ялымұлы, біреуі Нұркей деген бір дүкенші бай татар, үшіншісі ат базарында сауда қылатын бір татар, төртіншісі болыстарға тілмаш болып жүрген көне ат базарының сауда қылатын Нұрый Тойғанұлы деген татар. Өкпелері көтерілген, көздері ежірейген, танаулары сәйгел тиген сиырлардың танауларындай желбірейді. Күжілдеп жан-жақтағы көше бойы үйлерден шығып тұрған халыққа қарап айқайлайды: «Әй, сендердің қораларыңда большевиктер жоқ па? Міне біз большевиктердің қасқырын ұстадық», дейді. «Но жүр, айда, аяғыңды бас, аяғыңды», деп мені қамшымен ұрып қояды. Әсіресе көп ұратын Тойғанұлы. Мен Ялымұлына қарап: «Шәріп әбзи, сіз оқыған адамсыз ғой, мені ұрғызбай апарыңыз, көшеде қолмен ұру адамшылыққа жатпайды ғой», дедім. «Елерге не, сіз адамшыларға не қылсын, ұрып қояды». Алдыңыздан 200 солдаттар қазақ шыға келді. Біреуі артымен келіп мені қамшымен салып қалды. Қарасам бір қара сақалды шұбарлау бұржық бет қазақ. Мен бетіне қарап жай күлдім, деді. Сіз де ұрып қалыңыз, менің сізге де қылғаным бар шығар», деді. Қазақ шегініп кейін қалды. Айдап казак-орыстың станциясына әкелді. Станцияның алды гу-гу, толқындай қозғалып қайнаған халық. Қазақ, татар, орыс, қатын бала-шаға, гулеген, гүжілдеген сөз. Ерсілі-қарсылы шапқан атты кісілер. Анда-санда атылған мылтықтың дауысы. Шаң-шұң, шатыр-шұтыр, ың-шың. Дауыс шаңмен араласып аспан қошады. Жұрттың көбінің ақ әбден өкпесі көтерілген. Естен ақылдан айырылған қалың надан тобыр сәйгел қуалаған сиырдай, көздері ежірейіп, танаулары шелектей болып елірген, күжілдеген елірген ес. Жоқ, надан тобыр бәрі өкірген сиырдай гулеп большевиктерге лағнет етеді. Бәрі уыстап топырақ шашады. Мені станцияның алдына айдап әкелген кезде есі шыққан тобырдың көбі қозғалып маған таянды. Жаяу тобырдың ішінде ең алдымен маған қарсы келген қазақ Нұржан деген ақсақалға көзім түсті. Қолында әдемі қара таяғы бар, көзі мәлік болған, сиырдың көзіндей қызарған. Маған жанасып келіп сүзетін сиырша қарап мені балағаттады. Мен ішімнен ыза болып: «Жай, сізге жол болсын. Сіз ылғи бізбен бірге болған адам едіңіз ғой. Сіз бізбен бірге совдепте де болған жоқ па едіңіз?» деді. «Бысылдама, сен не қылмадың? Бәлем, енді сазаң берілген, қылармын саған», деді. Нұржан сол арада гулеп, қозғалып, еліріп, таянып келген жаяу тобырдың біразы шулап келіп маған жабылып қалды. Қолы жеткені мені ұрды. Ың-шың, шаң-шұң, пәлен-түген деп жатыр. Большевик, бұзылған, кәпір, дінсіз деген сөздер естіледі. Көтеріліп, бірінің басынан бірі асырып сілтеген. Жұдырықтар мені тұншықтыруға айналды. Жұрттың ұрғанынан қорқып бар күшті жинап, шынымен болысатын ешкім болмағаны ма деп
тез халыққа көз жібергенімде бір Сүлеймен қажы деген қазақ ұмтылып омыраулап келіп мені тез қолтығына алып жабылған тобырдың алып шықты. Жұртқа енді ұрғызбай жылдам станцияға әкеп кіргізді. Станцияның іші әбігер, мылтық ұстаған сақалды, сақалсыз жас казак-орыстар. Қылыш алты атар тағынан офицерлер сарт-сұрт жүгіріп кіріп шығуда. Станцияның ішінде кейбір жай отырған казак-орыстар да бар. Мылтық асынғандардың түгелдері жинақ, қимылдары шапшаң, лепіріп кіріп шығып жүр. Бәрінің бастығы Кучковский күжілдеп бұйрық қылып, асынған қылышын сүйретіп, сартылдап кіріп шығады. Сүлеймен қажы мені икемдеп шал-пұла тінткен болып төргі бір бөлмеге әкеліп тығып жіберді. Бөлмеге кіріп келіп қамаулы отырған совдептің төрағасы Бачокты, оның орынбасары Бәкенді, комиссиялары Монинді және совдеп мүшесі Кондратьева деген әйелді көрдім. Шолаң сөз қасып бәріміз дағдарып отырдық. Атысқан кім? Дедім. Біздің қызыл әскерлер. Өзге жолдастар қайда? Дедім. Павловтарда. Онысында мына бөлмеде? Деді. Бармақтан шайнап отырдық. Мылтық дауысы басылды, бірақ самбырлаған сөз, шабу, шаң-шұң басылған емес. Бәрінің бастығы Кучковский екпіндеп, самбырлап Так, что такое заурда, что-то видео 5-6 түсіріп тастадым, ешқандай демау керек. Келесі бөлімде жүздескенше.